Білімді ұрпақ ұлт болашағы деп аталады. Бүгін бізде бала сіздер білесіздер, бүгін бізде Фаризаның анасы, бізде қонақта Жамбыл облысы прокуратурасының басқарма прокуроры, подполковник Байымбетова Меруерт Абдигалиевна. Қош келдіңіз. Ең бірінші бала сұрақ жауап айдары. Сіздер осы мамандығыңызды таңдауға кім себепкер болды? Мен негізінде 95 жылы осы мектептің түлегімін. Осы мектеп қабырғасында білім алдық. 95 жылы үздік бітіріп осы мектеп, бірақ та орыс класында оқыған. Негізінде 9 класстан бастап өз-өзімді осы заңгер болам деп өз-өзімге мақсат қойдым. Ешкім отбасында ешкім маған кеңес айтып себепкер болған емес. Себебі өзімнің анам да, анам мұғалім, әкем спортшы. Өзім қалауым. Өзімді 9 класстан бастап гуманитарлық класста оқыған соң, құқықтану, тарих деген олимпиадалар, пәнінен олимпиадаларға қатысып, Алматы қаласында, Астана қаласында үздік орындарды алып, өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Қандай сұрақ қоядыңыздар? Альдина? Сіз сияқты маман иесі болу үшін алдымызға қандай мақсаттар қоюымыз керек? Бірінші, білім алу үшін көп еңбек жасау керек. Өзімді айтып отырмын, осы мектепті үздік бітірдім. Кейін келесі жоғары білім алып, 2 қызыл дипломым бар. Өзімді үздік оқушылардың ішінде қатарында өзім болдым. Өзіме сондай мақсат қойдым. Негізінде менің ата-анам қарсы болған заңгер болуына. Себебі өте қиын жұмыс қой, негізі ер жігітке арналған жұмыс. Прокуратура органы, мен сіздерге түсіндірейін, ол қадағалаушы орган. Ол ең жоғарғы қадағалаушы орган. Ол қандай қадағалаушы орган? Әр мемлекеттік органдар бар ғой, әкім болсын, сот болсын, басқа олар өз шешім қабылдайды. Полиция болсын, өз шешім қабылдайды. Біз сол шешімдерді заңдылығын тексереміз. Қаншаға олар заңды шешім қабылдады. Заңсыз шешім қабылдаса, біз сол шешімге наразылық келтіреміз. Бүкіл органдардың жүрісті іс-шараларды біз қаншамыз заңдылыққа сай, заңдылыққа қайшы нәрселерді тексереміз. Ол ең жоғары қадағалаушы орган сол прокуратура. Біз тек қана президентке бағынамыз. Ал өз жұмысымда айта кетсем, мен өткенде жиналыста болдым да, бірақ сондай мысал келтірдім да. 2 адам бар да, соның арасында қарым-қатынас. Мысал ретінде, сен жаным Фаризадан қарыз 200 мың теңге алдың. Оған қолхат жаздым. Мен осы Фаризаға осындай уақытқа дейін қарызымды қайтарам деп, өз қолхатмен сондай бір қолхат жазасың. Ол сол сен өз міндетін сол уақытқа орындалмай кеттің. Фариза не істейді? Оны саған полиция арқылап сенен не сұрамайды. Сен бас тартасың, жану бас тартады сол ақшаны қайтаруға. Бір несі бар, жолы ол сотқа жүгін. Сотқа Фариза талап арызбен жауапкерлік ретінде жану таңында талап арызбен жүгінеді.
ең біздің алғашқы осы облыста балалар момышұлы попробовал бізден шыққан. Бізге қызық болады деп ойлаймын, иә балалар, иә, рахмет сізге. Енді қазір балалар біз 15 минут ойын ойнап жүрсек, сіздер енді төреші ретінде математик, біздің сыныптағы үздік математиктер таңдалды. Бізде Алихан, Айбар және Фаиза. Енді қараңыздар балалар, сіздер 3 топқа бөліндіңіздер қатар бойынша. Бізде сағатты, Омар бізде сағат қарап отырады, сағатқа 3 минут құм сағат бар. Құм сағат егер 3 минут аз болып жатса, бізге 5 минут береді, болмаса екінші бетіне аудара саласың. Омар, дұрыс қой, иә? Бірінші қараңыздар, бірінші топ озатта, екінші топ үздіктер, үшінші топ білім.